Сәлем достар, келешегіңді ойласаң бесігіңді түзе. Бүгін еліміздің ең лас қалаларын атап өтеміз. Тұрғындарды шаршатқан, денсаулықтарына зиян келтіріп жатқан қалаларды біліңіз. Миллиондаған адам тіршілік еткен Алматының жағдайы кісі аярлық. Табиғаты сұлулыққа толған әсем қала қолдан жасалған қиянаттан көз ашпай-ақ келеді. 7 ауданнан тұратын үлкен шаһардың сәнінен жұрнақ табу қиынға айналды. Қаланың ластығы, экологиялық жағдайы сағат санап артуда. Балқаш қаласының атмосфералық ауасының бір реттік ластануының себебі қала канализациясының ағынды сулары, ал жаз айларында жануарлар қалдықтарының шыруы болып табылады. Петропавл қаласында атмосфералық ауаның күкіртті сутегімен ластану бойынша анықталған бұзушылықтар үшін айыппұл түріндегі әкімшілік жаза қолданылды. Сондай-ақ экологиялық заңнаманың бұзушылығын жою, соның ішінде алдағы уақытта атмосфералық ауаның күкіртті сутегімен ластануын болдырмау бойынша ұйғарым берілді. Қарағанды қаласында автотұрақ қоймалар және тұрғын үйлер орналасқан станция ауданында артулар тіркелген. Атмосфералық ауаның күкіртті сутегімен бір реттік ластануының себебі автокөліктер шығаратын жоғары концентрациясы мен қалалық тазарту жұмыстарын жүргізу барысында жиналған қоқыстарды өртеген уақыт екен. Елбасы Төлебұшхан Теміртау республикада экологиясы ластанған ең лас қала болып танылды. Қалада шаң тозаңды, улы газды иіскеп қана емес, қолмен ұстап көруге болады. Себебі Теміртауға күнде қара қар жауады. Әлеуметтік желілерде қаланы басқан қара күйі мен тұтасқан түтіні түсірілген видео мен фото қаптап жүр. 18 мың адам тұратын шағын қала облыс орталығына тиіп тұр. Алайда облыс басшылығы бұл мәселені түбегейлі шешуге дәрменсіз. Себебі экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің ақпараты бойынша Теміртау қаласында ауаға тараған зиянды қалдықтардың 80%-дан астамы ArcelorMittal Теміртау кәсіпорнына тиесілі. Ірі инвесторға талап қойып, қоршаған ортаға төнген қауіпті жою жергілікті әкімдіктің қолында емес. Соңғы 3 жылда 51 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалғанына қарамастан, Қарағанды облысында жыл сайын ауаға 590 тоннаға таяу зиянды қалдық таралады. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Тіркелмегендер тіркеліп, бейнеге лүпіл басып кетіңіздер.